Арыбаңыздар, қадірлі туғандар, бүгінгі кечебізді тоғы жерін өтөй. Музыкалық жағын ұқтық, клиптердің барын ұқтық, мықты көргөзмені көрдік, қуандық, сүйіндік. Бүгін біз чыныда, министр мырза айтқандай, нарықтық роликтеріне чоғылғанбыз. Мұны қандай түсінеміз? Бүркіт. Бүт айылды баққан бүркітші, өзінің бүркіті менен айылдың шетіне шығып, жанындағы жігіттермен алыстағы борчуқты қарап отырса, борчуқтан бір түркі жылт етіп шыға қачады. Бүркітші бүркітін қойы береді, бүркіт жақындап келіп, түлкіні албай қайрылып келіп қонына қонады. Қонына қонғанда бүркітшінің жанында тұрған жігіттер, мырзалар, адамдар, ақсақал, бүркітіңіз жедіді, бүркітіңіз айныды, қарыған екен дегенде ақсақалдың жауабы. Ананы кетейін, теге борчуқтан жылт етіп қачқан түлкінің қалтары тұрбайды. Асылға асыл қол салбайды деген. Қария, бозүйге бір топ жігіттер қамшыларын сүйреп кіріп келіп, ата кеше күні жылғалының арқы башыдан біз қаптап келген дұшмандықтар чаап düşürdік дейді екен. Екінші жігіт болса, біз кеше өтіп баратқан кербенді толап талқалап елге керекті темір тезек, мата, бөз киім кешені алып қалдық дейді екен. Үшінші айтады екен, 6 күннен бері айласызды кетіріп атқан бөріні бөлтіріктері менен жайрадық дейді екен. Ошо жігіттер сүйреп атқанда, кеп қызып атқанда, бойында бар бір келін отырып алып, бағына қымыз қойып атқан болады. Қымыз аяғына шығып, келін бозиден шыққанда, қария айтып атады. Жігіттер, тоқтап қалдық сөзіңерді. Чаптық, сойдық, талқаладық. Мерт еттік. Құлақтағы, құрсақтағы баланың құлағы açылып қалған тұрбай ма? Жақсы сөз көріп деген екен. Түсіндіңер бе, я? Себебі, келін орнынан боянып тұрғанда 6 айлық, 7 айлық болып қалғанда, сыңар тізеден өйде тұрап бір жер таянып тұрады екен. Ошоны байқаған қарияларымыз нақты сөзменен құрсақтағы баланың құлағы açылған екен, жақсы сөз өткіледі өтеді. Бозүй. Балам кереген кен болса ел келеді. Уғың биік болса жел келеді. Түндігін көкөліп тұрса нұр келеді. Нұр менен бозүйдің ішіне құт келеді. Құтты үйді чараға қойылған сүттің үстінен улағын чоқап кетсе дағы тұяғынан алынбайды. Босоға, илеге, улаға, кемеге, төр, қаптал, қапшы, чығдан деп отырып, бір еле бозүйді 129 атменен атаймыз. Бозүй тегерек. Қыларқандыға тегерек таштап қойып, жыланды жылғанын ішінде жатып алса дағы, қыларқандан жылан өте албайды. Тоғыны топ қорған бақты жылған шамалды бозүйде тоғылатып кете албайды. Тескерісінше бозүйді жерге матыға басады. Түндіктен арқан түшіріп, 13 жашар баланы ерге меңгізіп тұрып отырғызып қойып, маятпен қылып. Бозүйді 9 бал шамалды алып кете албайды. Ошон үшін тала түздердің барында миллиондаған көшпендер қылындарды қаратып, бозүйдің алқағы менен, тегерегі менен, айланасы менен шүйінге жайын келіп жеттік. Топоз. Көрдіңер, топозды. 1,5 минуттық ролик. Бірге біреле топостың аңдайына қойып алып, жалынып атады дейді. Садағын кетейін төрем. Төрттілік малдың төресі. Ананып кетейін төрем деп атса, баласы чоқап келіп сұрап атады дейді. Емнегеле топосты қарап алып, төрем деп жалынып, жалбарып жатасы десе, байбіш айтып атады дейді. Қарашы топосты. Уйдың мүйізі бар, жылқының жал құйрығы бар, төбенің өркөчі бар, уйдың сүті бар, өгіздің күші бар, 4-5 жануарды өзіне бір ғана бір топоздан уйды да, қойды дағы, төбені дағы, жылқыны да көрсең болады. Мына 4 түліктің түресі. Ананып кетейін түрі. Çöp daярдабайсың.
жеп бербейсиң. Музоолордун мамалактарын карыштырга алдырбайт. Өзүн да карыштырга алдырбайт. Карыштыр менен кашап, бийик аска тоо муздардын арасында жашайт. Топозго чөп каплаган кыргызды айныган кыргыз деп коюшат. Ошондуктан топоз сыртта аска муз тоолордун арасында жүрөт. Ийик. Көрдүңөр, ролик ийик. Байбиче отуруп алып, ийик ийрип атат. Тегерегинде 4-5 кичинекей кыз чурка ойноп атат. Ылдый жакты карап турса, боюндан 2 келин сыртка чыгат да, бирөө чылапчын көтөрүп, бирөө кумган көтөрүп, чачтарын жазып, белине бир суу куюп жууй баштайт. Бир дагы суусун чылапчындан сырткары тамызбайт.